Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Бүгін біз сіздермен бастауыш сыныптардағы математика пәні бойынша жасанды интеллект құралдарын қолдану сабағын өтетін боламыз. Математика пәні үлгілік оқу бағдарламасынан 4-ші сынып 3-ші тоқсан. Сабақтың тақырыбы түсімділік. Оқу бағдарламасына сәйкес оқыту мақсаты 4-5-1-2. Есептерді шығаруда жұмысқа жіберілген уақыт, атқарылған жұмыс, өнімділік, егіннің түсімділігі, ауданы мен массасы, жылдамдық, арақашықтық, уақыт шамалары арасындағы тәуелділігін пайдалану. Оқу мақсаты: есептерді шығаруда жұмысқа жіберілген уақыт, атқарылған жұмыс, өнімділік, егіннің түсімділігі, ауданы мен массасы, жылдамдық, арақашықтық, уақыт шамалары арасындағы тәуелділігін пайдаланады. Сабақта берілетін тапсырма: түсімділік тақырыбына иллюстрация жасау. Математика пәні бойынша түсімділік тақырыбына оқу бағдарламасына сәйкес 2 сағат берілген. Бірінші сабақта тақырып теориялық тұрғыда түсіндіріледі. Сабақ барысында оқушыларға түсімділік ұғымы, оның мағынасы мен қолдану жолдары қарастырылады. Оқушылар есептердің шартын түсініп, берілген мәліметтерді талдау арқылы түсімділікті анықтауды үйренеді. Сонымен қатар, оқулықтағы тапсырмалар орындалып, тақырып бойынша білімдер бекітіледі. Екінші сабақта негізгі бөлімде практикалық жұмыс ұйымдастырылады. Оқушылар 3 топқа бөлінеді, әр топқа бір есеп беріледі. Біз Canva AI жасанды интеллектпен жұмыс жасаймыз. Ол үшін арнайы берілген промптты белгілеп аламыз да ChatGPT жасанды интеллектіне саламыз. Ол жасанды интеллект бізге Canva AI-ға арналған нақты промпттар әзірлеп береді. Ол әртүрліге бөлінуі мүмкін. Мысалы, біріншісі егінге, екіншісі жұмыс пен уақытқа, үшіншісі арақашықтыққа деген секілді. Осының бірінші, екінші, үшінші, тіпті 4-5 нұсқаларда көрсетіледі. Ішінде өзіңізге ең жақын біреуін таңдап алып, сол промптты белгілеп, Canva AI жасанды интеллектіне апарып, сол жақта көшіріп жібереміз. Және міндетті түрде сурет жасау батырмасын басамыз. Арғарай генерация жасалынып, бізге сурет дайындалып беріледі. Балалар осы суретті ала отырып, әрбір топқа әртүрлі суреттер беріледі. Мысалы, бірінші топ, екінші топқа, екінші топ, үшінші топқа деген секілді. Осы берілген өздеріне түскен суретке қарай отырып, балалар өздері есеп құрастыратын болады. Бұл жақтағы суретті сақтау арқылы сақтап аламыз.